Дәріханадағы қымбат Виаграның орнына неге еуропалық еркектер бақшадағы арамшепті таңдап жатыр? Иә, мен кәдімгі қалақай, яғни крапива туралы айтып отырмын. Егер сіз мұны тек бала күніміздегі жаза құрал деп ойласаңыз, қателесесіз. Бұл жай ғана халық емі емес. Бұл еуропалық урологтар қауымдастарының ресми хаттамасына енген нақты медицина. Бүгінгі видеода мен сізге қалақайдың тестостеронды қалай шарықтататыны, простатаны қалай емдейтінін және эрекция сапасын қалай жақсартатынын ғылыми тұрғыдан түсіндіремін. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Мирас Ерламұлы. Бүгін біз мистиканы ысырып тастап, тек нақты фактілерге сүйенеміз. Бұл ақпараттан кейін сіздің денсаулығыңызға деген көзқарасымыз 180 градусқа өзгереді. Қалақай құрамындағы белок мөлшері жағынан бұршақ тұқымдастармен бәсекелес алады. Сондықтан оны ерте кезде көкөніс еті деп атаған. Қалақай С дәрумені бойынша лимоннан 5 есе, ал каротин А дәрумені бойынша сәбізден асып түседі. Құрамы темір, магний, мыс және кальцийге өте бай. Бұл қан айналымын жақсартуға тікелей әсер етеді. Қалақайдың жапырағындағы ұсақ түктер бұл кішкентай ампулалар сияқты. Оның ішінде құмырсқа қышқылы мен гистамин бар. Терге тигенде осы заттар бөлініп, қан айналымын тездетеді. Бірақ бізді қызықтыратыны қалақайдың жапырағы емес, тек тамыры. Тамырда лектиндер, полисахаридтер және стеролдар бар. Бұл биохимия, ертегі емес. Осы заттар денеңіздегі нақты рецепторлармен әрекеттеседі. Неге тамыр жапырақ емес? Себебі бұл екеуі мүлдем бөлек тарих. Жапырақ буын мен бүйрек үшін жақсы. Тамыр еркек денсаулығы үшін өте пайдалы. Эрекция мәселесі туындағанда ер адамның бірінші ойына келетіні тестостеронның төмендеуі. Бұл көбіне шындық, бірақ мәселенің бәрі мұнымен бітпейді. Мына бір маңызды деректі көп адам біле бермейді. Қанда тестостерон екі түрде болады. Бірінші, жалпы тестостерон. Ол бұл қандағы гормонның жалпы көлемі. Екінші, еркін тестостерон. Ол нақты жұмыс істейтін, ағзаға пайда әкелетін белсенді гормон. Мәселе мынада. Тестостеронның шамамен 60% жыныс гормондарын байланыстырушы глобулин атты ерекше ақуызға байланған. Онда құрсауланған тестостерон қанда бар болғанымен, оның пайдасы 0. Ол бұғауда тұрғандықтан ағзаның мұқтаж жерлеріне жете алмайды. Қалақай тамыры қалай көмектеседі десеңіз? Қалақай тамырының құрамындағы лектиндер дәл осы ақуызмен байланысқа түсіп, оны ішінара блоктайды. Нәтижесінде тұтқындағы тестостерон босап шығып, өз жұмысына кіріседі. Мен мұны бұғауды шешу деп айтар едім. Қалақай жаңа тестостерон өндірмейді. Ол тек қанда бар, бірақ ұйықтап жатқан гормонды оятады. Бұл неміс ғалымдарының 90-шы жылдардағы зерттеулермен дәлелденген нақты медициналық факт. Қалақайдың әсері орташа деңгейде. Егер тестостерон деңгейі тым төмен болса, ол толыққанды гормондық терапияны алмастыра алмайды. Бірақ гормон деңгейі норманың төменгі шегінде тұрса, қалақай жағдайды айтарлықтай жақсарталады. Бұл табиғи әрі қауіпсіз қолдау. Эрекция 90% гормон туралы емес, қан айналымы туралы. Қан жылдам кіруі, кавернозды тіндерді толтыру және жеткілікті ұзақ ұсталуы керек. Тамырлар нашар жұмыс істесе, қалғанының маңызы жоқ. Қалақай тамыр қабырғаларында азот оксидінің өндірісін ынталандырады. Азот оксиді ашушы кілт. Ол тамырларды кемейтетін табиғи зат. Дәл осы механизмге белгілі дәрілер де әсер етеді. Тек олар синтетикалық жолмен, қалақай өсімдіктік жолмен. Эффект жұмсағырақ, бірақ нақты. Зерттеулер кіші жамбас аймағының микроциркуляциясының жақсарғанын көрсетеді. Эффект 3-4 аптада байқалады. Осы туралы ешкім айтпайды, бірақ бұл өте маңызды. Простата мен эрекция. Көршілер. Сөзбе-сөзде анатомиялық тұрғыдан да бір-біріне жақын. Простата қабынса немесе ұлғайса, нервтер мен қан тамырларына қысым жасайды. Ер адам потенция мәселесі деп ойлайды. Ал шын мәнінде себеп простатада. 40-тан кейін ер адамдардың жартысынан астамында простатаның алғашқы өзгерістері болады. Кейбіреулер мұны білмейді, тек бірдеңе өзгерді деп сезеді. Қалақай 5-ші альфа-редуктаза ферментін тежейді. Осы атауды есте сақтаңыз. Ол мұнда өте маңызды. Бұл фермент тестостеронды дегидротестостеронға айналдырады. Простата жасушаларының өсуін ынталандыратын зат. Фермент азайса, өсу ынталандырылмайды. Простата белсенді өсуін тоқтатады, тұрақтанады. Германияның урология институтының зерттеуі 6 ай ішінде қатысушылардың 67%-ында жақсару байқалды. 67%. Бұл гомеопатия емес, нақты клиникалық деректер. Қалақай туралы 3 басты шындық. Бірінші, дәлелді медицинаның құралы.
Қалақайды тек шөппен емдеу деп қабылдау үлкен қателік. Оның құрамындағы белсенді заттардың ақуызды блоктайтыны ғылыми түрде дәлелденген. Бұл халықтық фольклор емес, нақты биохимиялық механизм. Европалық клиникалық хаттамаларда қалақай тамыры ерлер денсаулығын қолдауға арналған ресми компонент ретінде танылған. Екінші, мөлшерлеу, қатаң сақталуы тиіс. Табиғи нәрсенің зияны жоқ деген принцип бұл жерде жүрмейді. Қалақай белсенді биологиялық зат. Оны бақылаусыз қолдану қан қысымының күрт төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін. Әсіресе қан сұйылтатын препараттарды қабылдап жүрген адамдар үшін дәрігердің бақылауы міндетті. Пайда мен зиянның арасы тек дұрыс таңдалған дозада. Үшінші, емдік күш. Кек тамырында. Жапырақтан жасалған сорпа немесе шай ерлердің гормоналды жүйесіне айтарлықтай әсер ете алмайды. Нақты терапиялық әсер беретін қалақайдың тамыры. Және ол қарапайым шөп түрінде емес, концентрацияланған экстракт түрінде болғанда ғана жұмыс істейді. Әженің сорпасын дәм үшін ішіңіз, ал денсаулықты түзету үшін ғылыми негізделген экстракты таңдаңыз. Мен сіздерге қалақайды ең тиімді қолданудың 3 әдісін ұсынамын. Бірінші, қалақай тұқымы менба. Бұл нағыз энергетикалық бомба. 50 грамм кептірілген қалақай тұқымын 200 грамм таза балмен араластырып, күніне 1 шай қасықтан ішіңіз. Бұл эрекция сапасын бірден жақсартады. Екінші, тамыр тұнбас. Дәріханадан қалақай тамырын, яғни корень крапива алыңыз. 1 ас қасық тамырды 200 мл суға салып 5-10 минут қайнатыңыз. Күніне 2 рет жарты стақаннан ішу простатаның алдын алу үшін таптырмас ем. Үшінші, жас қалақай шырыны. Көктемде жас қалақайды ет тартқыштан өткізіп, шырынын сығып алыңыз. Бұл витаминдер мен микроэлементтердің шоғырланған түрі. Бірақ достар, ескертетін жағдай бар. Қалақай қанды қоюлататын қасиетке ие. Сондықтан, егер сізде қан қысымы жоғары болса, немесе варикоз мазаласа, қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Денсаулық экспериментті көтермейді. Қалақай жедел жәрдем емес. Минималды курс 8 апта, оңтайлы курс 3 ай. Содан кейін міндетті үзіліс 1-1,5 ай. Қажет болса қайта. Тамақпен бірге ішіңіз. Таңертең немесе түс кезінде, кешке емес. Мырыш, Д витамині және физикалық белсенділікпен бірге эффект айтарлықтай күшейеді. Қалақай қолдау мен алдын алу үшін жұмыс істейді. Мәселе бастапқы кезеңде болғанда тиімді. Тестостеронның жеңіл төмендеуі, простатаның алғашқы өзгерістері, орташа тамыр бұзылыстары, оның аймағы. Бірақ эрекция мәселесі айқын болса, қалақай шешім емес, шынай айтам. Тестостерон анализ бойынша клиникалық төмен болса, мүлдем басқа тарих керек. Простата ауыр ем талап етсе, шөптер емес, урологқа барыңыз. Қалақай жақсы құрал, бірақ құрал, сиқырлы таяқша емес. Қалақай дұрыс ортада жақсы жұмыс істейді. Мырыш тестостерон синтезіне тікелей қатысады. Бұл миф емес, биохимия. Қалақай плюс мырыш зерттеулермен расталған синергия. Ер адамдардың үлкен бөлігінде мырыш жетіспеушілігі бар. Кейбіреулер мұны білмейді де. Д витамині. Оның жетіспеуі тестостеронның төмендеуімен тікелей байланысты. Дәлелденген. Қазақстанда Д витамині жетіспеушілігі жыл бойы жиі кездеседі. Физикалық белсенділік. Аптасына 2 рет күш жаттығулары тестостеронды табиғи жолмен арттырады. Қалақай бұл эффектті күшейтеді. Бірге әрқайсысы жеке жасағаннан анағұрлым жақсы жұмыс жасайды. Еркек денсаулығы жүйе. Дұрыс элементтер бірге көп нәрсені шешеді. Қалақай туралы 5 басты тұжырым. Бұл нақты ғылым. Қалақай халықтық ертек емес, оның тестостеронға, қан айналымына және простатаға әсері биохимиялық тұрғыдан дәлелденген. Тек тамыр экстракты жұмыс істейді. Күніне 300-600 мг қабылдап, курсты кемінде 8 апта жалғастыру қажет. Қалақай жалғыз емес, мырыш, Д дәрумені және спортпен бірге әрекет еткенде ғана максималды нәтиже береді. Егер мәселе күрделі болса, маманға көрінуден ұялмаңыз. Уролог сіздің басты одақтасыңыз. Қазірден бастаңыз. Бұл қолжетімді әрі тиімді әдіс. Сіз бұрын қалақайды немесе басқа да табиғи препараттарды сынап көрдіңіз бе? Пікірге жазыңыз. Дәрігер Мирас каналына жазылыңыз. Өзіңізді күтіңіз. Сау болыңыздар.